Жоқ, енді конституция бойынша, заңы бойынша сол еткенде дұрыс. Бірақ олар оған дес бермей жатыр ғой. Мысалы, мен вахабистердің қалай пайда болғанын білем. Оның отаны Таразда болды. Таразда сондағы жігіттер ұйымдастырды. Мен әуел вахабизм дегенді білмедім өзім. Кейін іздендім, жақсылап тұр. Бүкіл тарихын. Сонымен Тазабектің үйінде, Тазабекті білесің ғой. 20 вахабиспенен мен бас қостым. Түсіндірдім оларға ұстады. Ертең бұның бәрі бір қоя бас шығады, қарбет боламыз. Сонда қарбет болмайық, ойланыңдар деп жібергенбіз. Содан кеткенбіз, содан қайтып олармен кездескем жоқ. Олар әрекетін істеп жатыр ғой, бірақ істемейміз дейді. Астыртын істеп жатыр. Оны орындарды біліп отыр. Мен айтпай-ақ біледі. Жалпы вахабизм жаңағы сәләфиттер деп жатамыз ғой, жалпы. Соңғы мына елде болған террорлық актілерге жаңа сәләфизм ағымының азаматтары кінәлі деген елбасының өз аузымен айтылды. Сонда бұл вахабизм дейміз, сәләфизм бұларды түгелдей жойып жіберуге, қоғамнан ластатып жіберуге не кедергі? Жоймайынша болмайды. Жоймаса олар бізді жояды. Не кедергі сондағы әлі? Сонда бір кедергілер бар әйтеуір. Мен түсінбейтін бір кедергілер бар. Біз сынап, аттарын атап жатамыз. Бірақ ол анау қауіпсіздік органда да отыр, біліп отырмыз. Депутаттың ішінде де отыр, біліп отырмыз. Сонымен білгенде тиісті орындар білмей ме? Бәрі сол ақшаға байланысты ғой. Олар сол дін үшін жан салып жүрген жоқ. Ақшасын жан салып жүр. Байтұрсынов айтқан, дінін шаншып істікке әркім бір жем іздеп жүр дейді. Неге ана біздің өнерпаздарымыз дінін сатты? Біреуі жаңа пайғамбар тұрғызбақшы, біреуі Кришнаны әкемекші, біреуі вахабизммен ілсір. Не ол Құдай ұрды бұларды? Біліп отыр іштерінен олар. Олар дінге құлап бара жатқанын көргем жоқ. Күндіз-түн жатып. Ақшаға құлап жатыр ол. Ал бұның орталығы Саудовский Арабия. Оның мемлекеттік діні вахабизм. Сіздің пікіріңізді оқығым келіп отыр осы дүниеде. Алланы Аллах деп айту надандықтың белгісі болып есептеледі. Иә, рас. Арабтар Алланы Аллах деп айтып жазады. Алайда күллі түрік халқы өзінің тіл заңдылығына қарай Алла деп айтады ғой. Мәселен, біз орыстардың ящик деген сөзін жәшік деп айтып жүрміз. Егер олар тілдің заңдылығын білсе, Аллах деп айтпас еді. Бұған дейін кейбір әсіре діншілдер абыз деген арабтың сөзі деп айтып жүрген. Алайда абыз деген сөздің арабтың емес, қазақтың сөзі екенін дәлелдеп арнайы мақала жаздым дедіңізді. Осы тұрғыдан мүфтияттың өзі пәтуа шығарды ғой, Аллах емес, Алла деп айтылу керек деп. Бірақ бұл қателік әлі күн барлық жерде көрініс тауып келе жатыр. Бұған кім кінәлі аға? Бүкіл түрік халқы тілдің заңдылығы бойынша Алла деп алған. Себебі сөйлеген кезде ана қаны тастап кетіп отырамыз. Заңы бұл. Bir кезде ана бір не болды? Сойып дейтін болды ғой. Солай айтты, қазақтар орыстың сөзін қазақландырып жатыр. Дұрыс емес бұл деп. Önce мен қарсы мақала жазғам. Сен шетелдегі сөздерді орыстандырасың. Саған рұқсат. Біз бұлай етсек рұқсат емес. Кімсің бұл? Барып тұрған шәвилдік көзқарас қылуын деп өзін дәлелдеп берген. Сондықтан